Сіздерге қалқым ошолы атақты бір сымдарды қимыл қылып береме. Мына сымдарды қимыл қылудан бұрын қараңыздар. Мына гансырлар 45-тен қалқым, міне мен киген қарасы ортақ нөмір. Өнен кейін сымымды кеше сіздерге қанша қылып бердім. Мына қара пақырағын кеше мен 55-тен қылып бердім ғой қалқым. Енді мына сымдар келді. Қыздар сымдарды алып беріңдер. Жахо, жарон қалқым. Мына сымдар. Ана мынаны демейм 55-тен, мына қара 10 жыл киіп, мынаның сапасын тоздыра алсаңыз қалқым, жахо, жарон. Мына үрімжіде де пифа 70-80, ама 5-8-ке дейін шығады қалқым. Ана мибайсы реңі, мына хойсы реңі көрдіңіздер ма? Міне. Мен әзір мынаны дәзмалға басатын уақыт жоқ. Мына жахо, жарон қыстығы, мына қалың, міне көрдіңіздер ма? Bir tal kusarмен қысқа бәй-бәй дейтін киімдер, қалтасы шықпайды. Мынаның сипатына разы болмасаңыз, менің ушиннан өшіріп етіңіз. Көрдіңіздер ма? Өнімде бұның ішінде өйтіп-мөйтіп мынандай Ньюзайдың да жахо жароңы бар, бірақ Ньюзай өте көп емес. Ньюзайдан жолда және де дүздал келе жатыр қалқым. Өнімде мына қызыл күрең, міне. Және ана качи реңін алшы. Міне қызыл күрең 5-8-ке дейін шығады қалқым, 4-8, 5-8-ке дейін үлкен, жытын көн. Міне бүтін жахо жароң. Мынаған разы болмасаңыз тарихыңызда сым кимейсіз сіз. 55-тен қалқым, міне. Жахо жароң, міне. Жың, міне. Әлгіндей әдеттегі лоқаба емес, әдеттегі барқыт емес, міне. Сапа дегенің қолыңызға шыталып жылайсыз. Мынау қарасы тік барқыттың, міне. Көрдіңіздер ма қалқым? Мына сапа, міне. Әлгі бір тал кусардылам кибап кеберетін киімдер. Мына менің үстіме кибағаным, мынаның үш реңі бар, мен көрсетіп қойдым. Біреу әңгілақың, біреу мибайсы, міне. Бұл да ерекше айбат реңдер, қалқым. Тайшыңы бар, міне. 45 қып бердім бұны. Өнен кейін мына ананың бағанағының міне қарасы да бар. Көрдіңіздер ма? Сым деген ол ерекше, мына сымға разы болмасаңыз тарихта сым кимейсіздер. Өнен кейін мынандай арты бумақ, асты бумақ, юндыңку. Бұларды 45-тен қалқым, міне. Асты бумақ, юндың, қара, күрең, қызыл, міне. Ерекше айбат сымдар,